Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін бізде 8 ай болып қалды. 8 айлық бала кез келген тіреуішке еңбектеп барып, орнынан тұруға тырысады. Әзірге бұны барлық балалар істей алмайды. Ал егер баланы тіреуіштің жанына тұрғызып қоятын болсаңыз, онда ол тік тұратын болады. Ең белсенді балалар тіреуішті жағалап жүре алады. Сондай-ақ ересектер оны екі қолынан ұстасақ, немесе қолтығынан демесек, аяқтарын тыпырлата бастайды. 8 айлық бала еңбектеп, өзі тұратын бөлмені зерттейді. Сонымен қатар бөлмелердің орналасуын біліп алған, үйдің ішіне еңбектеп қозғала бастайды. Әсіресе ас бөлменің қайда екенін біледі, мамасына келеді. Бұл кезде бала өздігінен отыра алады. Баланың ойындары мағыналы бола бастайды. Сәби ойыншықтарды қорапқа немесе кез келген нәрсеге салуды біледі. Кейбір балалар пирамида құрастырып, сақиналарын кигізіп қайта бұзады. Шыны аяқтарды бір-біріне қоюға тырысады. Бұл кезде бала қасықты өзі ұстап тамақтанғысы келеді. Сондықтан баланың бұл қалауын жігерлендіру қажет. Сонда кейінірек балаңызға осы дағдыларды үйретудің қажеті болмайды. Бала ойыншықты алып кел, өз түрәні көрсетші деген қарапайым сұрақтарды түсінетін болады. Сонымен қатар сөйлеуі әрдайым жақсарады. Сәби ересектердің сөздерін қайталауға тырысады, жаңа буындар құрайды. Дәл осы уақытта бала өзінің алғашқы саналы сөзін айтуы мүмкін. Ал 8 айда қосқан әрекеттеріміз осындай. Бұйырса 9 айында кездескенше сау болыңыздар.